Баршаңызға сәлем достар, бүгін біз сүзбелі раушан гүлдерін дайындаймыз. Яғни бұл печеньеге сүзбе қосылып өте ерекше болып дайындалады. Ең алдымен ыдысқа жұмсақ сары майды, қантты, тұзды салып, аппақ болғанша миксерлейміз. Масса ағарған соң үстіне сүзбені салып, жақсылап 4-5 минуттай миксерлеп аламыз. Массамыз осылай ағарған соң үстіне електен өткізілген ұнды саламыз. Ұнды бірден салуға болмайды. Сосын қопсытқышты салып, кішкене араластырып жібереміз де миксердің көмегімен ұн шашылып кетпес үшін араластырамыз. Сосын толықтай миксерлейміз. Қамырымыз осындай қолға жабысқақ болған кезде жақсылап қолымызбен илейміз. Содан соң үстіне сүт қосып жіберіп, барлығын жұп-жұмсақ қамыр етіп илеп аламыз. Қамырымыздың бетін целлофанмен жауып, тоңазытқышқа 30-20 минутқа қойып аламыз. Қамырды тоңазытқыштан шығарып, 2 бөлікке бөлеміз де, әр бөлігін жұқалау етіп жаямыз. Қамырды тым жұқа етіп жаюға болмайды. Орташа қалыңдықта жаюымыз керек. Сосын осындай дөңгелек етіп, әрқайсысын кесіп аламыз. Енді осындай 3 дөңгелекті алып, бір-бірінің үстіне жартылай қоямыз да, рулетке ұқсатып ораймыз. Жақсылап орауымыз керек. Сосын рулетіміздің теңдей ортасынан бөлеміз. Кішкене осылай гүлімізді ашамыз да, барлығын тура осылай етіп жасап шығамыз. Бұл печеньелерімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Біздің печеньелеріміз осылай әп-әдемі болып піседі. Одан әрі әдемі болу үшін бетіне қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Бұл печеньелер өте әдемі, ерекше болып шығады. Міндетті түрде дайындап, дәмін көріңіздер. Баршаңызға сәттілік, сіздермен болған Раушан.